шейх ибн Таймия рахматуллахи былай айтып жатыр. Фаида арафа хадал асл. Енді бұл нәрсені біз білгеннен кейін біз мына нәрсені білеміз. Мұсылмандардың арасындағы ең хайырлы құлшылықтар, олар жасайтын құлшылықтар неше түрлі? Соның ішінде намазы бар, оразасы бар, әл-қираа, Құран оқуы бар, ва зикр және зикр бар дейді. Енді сол құлшылықтарменен мұсылмандар дұға қылады дейді. Аллах Тағала айтады: "Кама амараллаху бидалика ли ахияихим ва амуатихим." Яғни соны біз тірілерге дұға қылуға және қайтыс болғандарға дұға қылуымызға рұқсат етеді дейді. Фи солатихим алал жаназа. Мысалға, жаназа намазы сияқты, иә. Ва инда зияратил қубур, қабірлерді зиярат қылған кездегі дейді. Қараңыздар. Шейх ибн Таймия рахматуллахи қабірді зиярат қылуға не істеп жатыр? Зиярат қылып және сол жерде дұға қылуға бізге фатуасында айтып жатыр. Ва гайри залика, және де тағы басқа дейді. Мына сөйтіп айтып жатыр. Варауа ан таифатин минас салаф. Салаф ғұламалардың бір тобы инда кулли хатматин, Құранды толық оқып біткеннен кейін, хатым қылып болғаннан кейін бір қабыл болатын дұға бар дейді. Сіз Құранды толығымен оқып біткеннен кейін сізде қабыл болатын дұғаңыз болады дейді. Фаида да'a раджул, сонда Құран хатым етіп болғаннан кейін егер де адам өзіне, әке шешесіне, немесе тағы да үлкен өзінің ұстаздарына дұға қылатын болса, онда бұл дейді шариғатталған іс дейді. Көрдіңіз ба? Шейх ибн Таймия рахматуллахи Құранды бағыштауды шариғатталған іс деп айтып жатыр. Ва кадалика дуаухум фи қиямил лейл. Тура сол сияқты тахажжуд намаздарында уғайры далика мин мауатинил ижаба. Және де басқа да уақыттарда, яғни қабыл болатын уақыттарда дұға қылу бұл шариғатталған іс дейді. Енді мен мына жақтан оқып кетейін, бұл енді айта беретін болсақ өте көп. Фаида ахда лимайитин сауаба сиямин. Егер де мұсылман адам өзінің ұстаған оразасының сауабын бір мәйітке, яғни бағыштайтын болса, қайтыс болған адамға Құран ұстаған оразасын бағыштайтын болса, ау солати немесе намазының сауабын бағыштайтын болса, ау қираати немесе Құран оқыған сауабын бағыштайтын болса, жада залика, бұл рұқсат етілген нәрсе дейді. Бұл шейх ибн Таймия рахматуллахидің Мәжмуатул фатауа кітабында жазылған. Яғни шейх ибн Таймия рахматуллахи осылай айтып жатқан кезде Құран бағыштау деген нәрсе ол бидағат емес, керісінше шариғаттағы бар нәрсе.